жатқан алты бақан. О алты бақанға адамдар кәсенеді. Алты бақан наурызда құрылады, үлкен болады. Алты бақанды ағаштан құрады. Алдымен бізге 3 ұзын ағаш керек, 6 ұзын ағаш керек. Бірақ біз 3 ағашты бір-бірімен қосамыз, жіппен байлаймыз. Түбін жақсылап жерге орнату керекпіз. Желде болсын, или үлкен адамдар менсе, ол алты бақан құлап қалуы мүмкін. Сол үшін жерге жақсылап орнату керекпіз алты бақанды. Жерді қазып. Сонымен мынаны байлаймыз. Бірінші этапты біз киіз үйді біз әдемі өңдейміз. Киіз үй ол біздің ата-бабаларымыз баяғыда тұрған осы киіз үйді білесің бе? Білем. Ол киіз үй бір шеге қолданбай жасалады. Наурыз барша мұсылман әлемі тойлайтын ұлы мереке, ұлыстың ұлы күні. Бұл күні күн мен түн теңеліп, Самарқандтың көк тасы жібиді. Осы күннен бастап күн жылына бастайды және күн ұзарып, түн болса керісінше қысқара бастайды. Алаңға алты бақан қойылып, жас жеткіншектер алты бақанға мінеді. Ауылдық жерлерде ат жарыстары да ұйымдастырылады. Бұл күні адамдар бір-біріне деген реніштерін ұмытып, кешірімді болған.